Кейбіреулер тәсбih қолдануды бидғат деп санайды. Алайда ислам ғұламаларының көпшілігі бұл пікірмен келіспейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында адамдар зікір санын есептеу үшін әртүрлі тәсілдерді қолданған. Хадисте бір әйелдің дәндермен немесе ұсақ тастармен тәсбих тартып отырғанын көрген Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам оған тыйым салмаған. Сондай-ақ Абу Дарда радиаллаху анху құрма сүйектерін жинап, солар арқылы зікір санап отырғаны риуаят етілген. Осы дәлелдерге сүйенген ислам ғұламалары тәсбіні зікір санауға көмектесетін құрал ретінде қарастырған. Сондықтан тәсбih қолдану сүннетке қайшы амал емес. Керісінше адамдардың ойын жинақтап, жүрегін зікірге шоғырландыруына көмектеседі. Бүгінде жіпке тізілген кәдімгі тәсбih де, электронды тәсбih де осы мақсатта қолданылады. Маңыздысы тәсбihнің өзі емес, Алланы еске алып, ықыласпен зікір ету. Сондықтан тәсбih қолдануды бидғат деп айту дұрыс емес. Ол мұсылмандарға зікірін реттеп, құлшылығын жеңілдетуге көмектесетін құрал.